ертеде. Онда бұл дала өзгеше. Әлі диханада өмірге келмеген болады. Тек шопан ата ғана жүрер еді, осы даладан малын бағып. Соның бірі киіз үйлі көшпелі зор ата еді. Ұмытпасам, бұл уақиға бұдан 3,5 мың жыл бұрын болды. Ол кезде де Наурыз мейрамы тойланатын. Күллі шығыс елі тойлайтын. Бұдан үлкен мейрам болмайтын. Наурыз күні таң алдында зор ата суға шомылып жағаға шыға бергенде Құдайдың бейнесін көрді. Төңірегіне нұр шашып тұр екен. Зор атаның көкірегіне де сол арада Құдай нұр құйды. Дінсіз адам баласына тұңғыш рет діни қағидалар жіберді. Сол Наурыз күні жер бетіне тұңғыш рет діни пәтуа келді. Оны уағыздаушы осы баланың перзенті, мал баққан көшпелі шаруа зор ата болды. Соңғылықта әлемнің әр бұрышында дүниеге келетін 4 ұлы діннің негізін осы далада сол 35 ғасыр бұрын тойланған Наурыздың бозала таңында адамзаттың алғашқы пайғамбары зор атаға көктен түскен рух иесі баян болды. Зор атаны Заратуштра деп атап кетті адамзат. Зырқыраған заман-ай, содан бері қанша мезгіл көшіп жүргенім. Соның бәрі көз алдымнан өтті. Жұрт мені Қыдыр ата дейді. Онысы рас. Ел жұрт аралап қыдырамын да жүрем. Ұлыстың ұлы күні араларына келем. Өйткені мен мәңгі өлмес ата-баба рухымын. Өрендерім, жас ұрпағым, бармысың? Табылама жоғалғаным, арысым. Мені сізден, сізді менен айырған, арамыздың тоңы жібіп, жойылар ма, қарлышым? Құшағыңдаш, ата дәстүр, мен келем. Ана дәстүр, құшағыңдаш, мен келем. Болашаққа қай бетімен барады, өз өткенін құрмет ете білмеген. Сәл іркіліп, өтті
өткенге көз жіберген ұрпағым. Наурыз деген жаңа қоныс, жаңа күн. Ескі жылмен қоштаса дел бүгіні. Қол алысып достаса дел бүгіні. Игіліктің басы деп білет бүгінді ел. Ауыртпалықтың соңы деп білет бүгінді ел. Жаз бен қыс, күн мен түн теңелер. Наурыз күні бай мен кедей, хан менен құл теңелер. Ұлы теңдік табиғат пен адамда болса ғана өсу болар әмәнді. Наурыз деген жаңа жұртқа көшу, яғни жаңару. Наурыз деген уыз ішіп, аппақ сүттей тазару. Ниетпенен ел көгерер деген бар. Наурыз деген үлкеннің ақ батасы. Наурыз деген елді жинап қырық ру, желбіреген ту астында бір тұру. Наурыз деген дүр сілкініп құпыру. Ата, шырақ неге екеу? Қызыр түні осылай қос шырақ жағылады. Жалғыз шала сәуле болмас, жалғыз шырақ тәуге болмас деген сөз бар балам. Балам, ұйықтама. Қазір наурыз келеді, жаңа жыл келеді. Ұйықтама балам. Наурыз келді. Жастар асау тайыншыға жанды қуыршақ мінгізіп, мал дүркітіп, иттерді шулатып, елді ұйқыдан оятып, мерекені бастайды. Бұл жыл басы. Кең дала ұйқысынан оянады. Ел бүгін қыдыр түнін, наурыз таңын қарсы алады.
жаңа ағытқан қозыдай жамырасып өрістен, ұлыс күні кәр жас құшақтасып көріскен дегендей, ұлыс күні көрісуден басталады. Армысың қайрымды күн ана, кеудесі түкті жер ана жарылқай көр, ел жұртыңа құттарын. Халық жерге де, суға да табынған. Алас, алас, от алас. Жортқанда жолдарың болсын. Tandağınızlar, tandağınızlar, boşa qarab turmanızlar. Navruz toyu baştaldı, kızıktan siz kalmanızlar. Ata salsın babamın, alıp geldi ulus gün. Bir anadan tuğanday, bir yadan ıskanday, bir aspanın astında, bir dastarkan basında. Gereke birlik bolsun dep, saz dasturmen sarasa, hayta kurup zanasa, sarsa öner görsetip, toy toylayıp tamaşa. Kan buralgan bişiler, altır juan balvandar, kuralaydı köz katkan mergenler, kümüz kömeyşe istangday şeşender, kara kıldı kağjargan kösemder, on savsağı altın çeverler, böründe sıngatsındır. Yüzden jürük mаңнан tulpar, ozıp çıkan bülbülge, ülken ülken sıy var. Hürmetli alayık, бұл біздің Наурыз мерекеміз, біздің негізгі жаңа жылымыз. Ал енді жастар, халықтар сіздерге Алла Тағала ұзақ өмір беріп, зор денсаулық беріп, осындай тойларға жете берейік, жақсылық күндеріміз осындай бола берсін, тойларымыз құтты болсын деймін. Наурыз мерекесі елдің өмір салтына айналғаны жөніндегі тарихи деректер бойынша, Наурыз деген сөз парсы сөзі. Ол жаңа күн деген сөз. Бірақ Наурыз мерекесін қарсы алу парсы халқының еншісі емес. Ол көшпенділердің тарихи болмысынан өте көнеден басталған, олардың өмір салтымен сабақтас мереке. Біздің ел бұл мерекені ұлыстың ұлы күні дейді. Ұлыс дегеніміз мемлекет деген сөз.
үйге кең жерге наурыз айы келгенде наурыз тойы болғанда келген өмір орманға осынау үйге кең жерге наурыз тойы келгенде көрмегендер де арманда оны көргенде наурыз айы келгенде наурыз айы туғанда той болушы еді бұл маңда сатылушы еді сыбаға сапарға кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда Наурыз, халық даналығының ұлы тоғысы, ел санасының бастау кезі. Ежелгі халық тұтас бір жылды 6 ай қыс пен 6 ай жазға тең бөліп есептеген. Жыл басы наурыз, көкөктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тіршілігі табиғатпен тығыз байланысты зерек ел, 22 наурыз түнін қараңғының жарыққа, ызғардың жылыға, кесірдің киеге, зымстанның табысқанға, таршылықтың молшылыққа өтетін табалдырғы деп таниды. Тірлігі мағыналы, қиялы ұшқыр ойы тұңғиықлана қалық, бұл күнді көктеміне қарап күзді, жазына қарап қысты пайымдауға болатын табиғаттағы тіршілік циклының бастау сәті, алдағы тұтас жылдың ерекшелігін анықтататын тәжірибе кілті деп таныған. Наурыз, космос, табиғат, қоғам, адам өміріндегі тепе-теңдік сәті. Саралар жатты сарай. Пай шеркін қазақтың келіндері, көл дария
айтылуы тегін бедай. Қариялар батасын береді кім, бата деген ақ тілеу керек екен. Жақсы дәстүр, асыл сөз ізгі ниет, кейінгі ұрпақтарға жетеді екен. Пай-пай шіркін қазақтың келіндері-ау, Көздария секілді пейілдері-ай, бір шаңырақ келінсіз көтерілмей, бір керек.
естігенде ат дүбірін елең ете қаламын. Тұл бойымда оянады тірі ата бабаның. Естігенде ат дүбірін суып қалған қазақ қаным тулайды. Құлағымда көшпелінің ұрандары шулайды. Естігенде ат дүбірін қазақ болып оянам. Естігенде ат дүбірін жанды қайда қоялам. Естігенде ат дүбірін тұлпар болғым келеді. Шырқап ұшар көктегі сұңқар болғым келеді. Бұл өмірде жабы емес, жүйрік болып өнерлі, сұлулыққа мәңгілік іңкәр болғым келеді. Естігенде ат дүбірін түскім келер егеске, ие болып бәйгіге шыққым келет белеске. Естігенде ат дүбірін жігер отым маздайды, бойға симай күш қайратым тартыс тілеп қостайды. Ей заман-ай, сенде кеткен көп есесін елімнің, қайтаруға будым бекем белімді. Ертеде Наурыз тойында жігіттерді сайысқа қыздар шақырған. Шарт бойынша егер жігіт жеңсе, сол қызға үйленуге қақы болған. Ал қыз жеңсе, жігітке өз қалауын орындатқан. Олардың той шығынын халық өзі көтерген. Халық даналығы жолы жіңішке қыз баласына өз қалауын еркін білдіру үшін қыз қуу сайысын ойлап тапқан. Көкпар халқымыздың ежелгі ойыны. Бабаларымыздың нанымы бойынша қыс мезгілінің бейнесіне тастан жалалған қара теке алынған. Жадырап жас шығар сәтті күні, қысаңдық пен қиындық атаулы осымен кетсін деген сеніммен қыс бейнесі қара текені додаға салды. Ежелден жеткен бұл ойынның бүгінгі мәні шабандоздық, ептілік, күштілік, батылдық.
сол наурыз күні күн мен түн, яғни қараңғы мен жарық, қыс пен жаз, ыстық пен суық тепе-теңдік сәтіне келеді. Осыған сәйкес, наурыз тойы жаратылысты құрушы күштердің алдымен табиғат пен қоғамның, екіншіден ел мен елдің, үшіншіден қоғамдағы әлеуметтік топтардың тепе-теңдігінің сақталуын талап етеді. Жер үстіндегі елдердің ұлы халықтар мен кіші халықтардың арасындағы тепе-теңдік сақталған жағдайда ғана бейбіт өмір болады. Тепе-теңдік, игілік, жаңару, өз орындарын тауып, үйлесімге келіп тоқайласқанда ғана құт қонып береке орнайды. Сол себептен наурыз тойында ағыл-тегіл молшылық болсын деп, наурыз көже ішіледі. Көжені ішемдеп, ішін қағайырып жүрмесін. Тырсиып кетіпті мүлде. Дейін жетпесін деп ойлабым. Іш тағыш. Ғазиза, тағы үйттерін ағып. Ежелгі тарих бойынша тіліміздегі үркер және өгіз сөздері балама сөздер екен. Наурызда күн жолы үркер жолымен қабаттасады. Наурызда сойылған өгіз қыс пен қысаңдықты жерге ала батып кететін үркер өгіздің нышаны. Бұл күннің құты дарысын балаларым дегені. Наурыз күні халық топ-топ болып ауыл-ауылға қыдырып жүреді. Неғұрлым көп үйден дәм татса, соғұрлым сол жыл ырысты болады деп есептеледі. Мереке дастарханына көк-өгіздің етінен пісірілген бел көтерер 7 дәннен жасалған наурыз көже ғана емес, ұлттық тағамдардың бәрі құйылады. Дастархан байлығы да ел молшылығына бағышталады. Ұлыс күні алдыңа келсе атаңның құнын кеш, жақсылыққа жақсылық жай адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі, таспен атқанды аспен ат деген нақылды сөздерді өзек етіп, дос жаран, араға жік түскен бауырлас ел рулары бір дастарханнан дәм татады, табысады, ел бірлігін күшейтеді. Илләйәумин. Таң мезгілі болғанда, наурыз күні туғанда, берекелі құт болып қыдыр келіп дарығай. Қазақ деген халықтың келешегі сендерсің. Ата-баба әруағы қысылғанда дем берсін. Тұйық судай бөлінбей тау суындай ағарсыз. Отқа піскен темірдей күйіп балқып тоңарсыз. Ер болсаңыз айтулы елмен бақыт табарсыз. Бата берген халқымды сонда әулие санарсыз. Аллаһу әкбар.
Қасиетті халқымның елін сүйген отына бас иет. Қара қазан, қайнар көзі салттыңның. Шаңырағым шайқалды, бірақ құламады. Қазаным ортайды, бірақ таусылмады. Отымда өшіп барып жанды қайта, үнімде өшіп барып шықты қайта. Қыдыр ата, куәгері өткен менен кеткеннің, біз үстіне шыққан кезде бір тарихи өткелдің арамызға келмедің сен бекерге. Қалай екен жас ұрпағым деп келдің. Жас ұрпақпын. Мен түзейін болған барлық қатемді. Қыдыр ата, беріп кетші батаңды. Жерім толған ел ет. Ел азайып кетіпті. Елім толған мал ет. Мал азайып кетіпті. Шалқар теңіз мол сулы көл азайып. Сөзге шешен халқыңның тілі азайып кетіпті. Тілін қоса халқыңның дін азайып кетіпті. Түсінер сөздің парқын кім, ішкені шарап халқыңның мұң азайып кетіпті. Қоймасы темір алтынның кен азайып кетіпті. Уланбаған далаңда жер азайып кетіпті. Мен айтайын бір ақыл, шира елім сұрапыл. Қайтар тілің, дініңді, түзе сөйтіп мініңді. Жер халқына 1000 жылға ас, улы жерге ел қонбас. Тазарт туған жеріңді, көтер енді беліңді. Талапты ерге нұр жауар, оңға баста еліңді. Әумин.